Баршаға сәлем. Бүгінгі сабақта біз сіздермен осындай портмоне, яғни амиян тігіп аламыз. Жасалу өте оңай, шығыны аз. Портмонеміз осындай 4 бөліктен тұрады, өте ыңғайлы және жинақы. Осындай керек емес ескі джинсидан мен 20-да 12,5 см қиып алдым, және поплин матасынан 12,5-да 11 см қиып алдым. Основной матамыз бізде тоже попленнен, бірақ на перьямызға түстес қылып алдым. 44 см-де 34 см. Енді осы основной матамызды жақсылап түріп үтіктейміз. Үтіктеп болғасын осылай екі бүктеп тағы да үтіктеп аламыз. Бізде ортасында осындай үтіктің орны пайда болады, сызығымыз пайда болады. Сол сызыққа ортасындағы әкеліп, осы екі жан жағын біріктіріп үтіктеп аламыз. Екі жағында үтіктеп болғасын, біз ашып, осылай екі бүктеп, ұзыннан бойы бір тігіс түсіреміз. Мінекей тігіп алдық. Енді біз манағы бүктеген жерімізге іш жақтарын кіргіземіз, тағы да үтіктеп аламыз. Бізде осындай прямоугольник шығады. Сол прямоугольникті біз тағы да ортасынан бүктеп, дәл видеодағыдай үтіктеп аласыздар, жақсылап тұрып, бір-біріне біріктіріп. Неге бізде осындай сызығымыз пайда болды. Сол сызықтың үстінен сызып, сізге көріну үшін сыздым. Дәл осы ортасынан тігіс түсіресіздер. Неге біз ортасынан тігіп алдық. Енді сол ортасына біздің манағы үтікпен шығарған бұрыштарымызды әкеліп, дұрыстап қосатын боламыз, және үтіктеп аламыз. Центрге әкеліп, тігістерін дұрыстап, ішін дұрыстап жатқызып, әдемілеп, осылай үтіктеп аламыз. Үтіктеп болғасын, біз дәл ортасына тігіс түсіретін боламыз. Ол үшін біз осылайнан сызып алу керек. Мен 8 см-ді жоғардан және 8 см-ді астынан белгілеп алдым. Бізде ортамызда осылай екі белгілеп қойдым. Екі сызық шығарамын қазір. Сол екі сызықтың үстінен тігіп шығамыз. Мінекей екі тігісті де түсіріп алдым. Ендігі кезекте біз
ортасын біріктіретін боламыз. Ол үшін центрін белгілеп аламын. Сол центрден 1,5 сантиметр солға және 1,5 сантиметр оңға тастап, общий 3 сантиметрді белгілейміз. Неге белгілеп алдық, енді сол 3 сантиметрімізді біз тігіп аламыз. Закрепка беріп отырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біз тігісті түсірдік. Осындай әдемі ішкі бөлік шықты. Енді кезекте осы бөлігімізді біз жақсылап үтіктеп аламыз. Содан кейін екінші сыртқы бөлігімізге кірісетін боламыз. Мінекей сыртқы бөлігіміздің екі қиындысын аламыз, жақсылап тұрып үтіктейміз екеуінде. Одан кейін 12,5 сантиметр деген жағын бір-біріне қаратып, бір тігіс түсіретін боламыз. Тігісті түсірдік. Енді үстіңгі бетін, астыңғы бетін дәл видеодағыдай қылып үтіктеп аламыз. Енді біз флизелін жабыстыратын боламыз. Онда 5 сантиметр мен 27-де 5 сантиметр шықты. Осы аралықта біз флизелінімізді үтіктеп аламыз. Одан кейін біз астарымызды аламыз. Осы основной сыртқы қалтамыздың астары 12,5-да 29,5 сантиметр болды. Онда жақсылап үтіктеп, бір-біріне біріктіріп, бетке бет қойып, беттестіріп, бір-біріне біріктіріп, айналдырып тігіп шығамыз. Аст жағынан 3-4 сантиметр тікпей алып қаламыз.
Мінекей тігіп болғасын жақсылап тағы да үтіктеп аламыз. Угылдарын қиып тастаймыз 4 угылында. Одан кейін видеода көріп тұрғандарыңыздай оң бетіне айналдыратын боламыз. Оң бетіне айналдырып болғасын тағы да жақсылап үтіктейміз. Угылдарының барлығын дұрыстап шығарып аламыз. Содан кейін үтіктеп, ашық тұрған жерін потайной шовпен тігіп тастаймыз. Потайной шовпен тігіп болдық. Енді барлық жерін айналдырып тігіп шығамыз. Енді біз кошелегімізді жинайтын боламыз. Дәл осылай жиналатын болады кошелегіміз. Ең бастысы бір қапталын біріктіреміз. Ол үшін осылай көздеп мен істеймін барлығын. Сіздер өлшеп істесеңіздер болады. Жарты сантиметр қалдырып кетіп, мына тігісімізден кошелегіміздің ішкі бетін қойып, центрін белгілеп аламыз. Сол центрден тағы да 1,5 сантиметр солға, 1,5 сантиметр оңға тастап, общий 3 сантиметрді тігіп аламыз. Мінекей бір қаптал бізде бірігіп шықты. Енді екінші қапталын солай істейміз. Осылай бір бүктеп аламыз. Дұрыстап барлық жерін қарап, дұрыстап бүктеп алғасын. Дәл жаңағыдай центрін белгілеп аламыз. Сол жағына 1,5 сантиметр, оң жағына 1,5 сантиметр тастап, общий 3 сантиметрімізді тігіп аламыз.
тігістің бәрін тігіп болдық. Енді кнопка тігетін боламыз. Ол үшін біз центрін табамыз, жоғарғы бөлігінің, және 2,5 см ішке қарай түсеміз. Астыңғы бөлігінен біз 4,5 см жоғарыға көтеріп, центрін белгілейміз. Дәл осылай шығады. Кнопкамызды тігетін кезде біз қалтамызды тігіп қоймаймыз. Сыртқы бөлігіне біріктіріп тігіп аламыз. Үстіңгі бөлігін тіген жатқан кезде 2 матаны біріктіріп тігіп қоймаңыздар. Бұл жерде сіз үстіңгі бөлікке тігіп аласыздар. Неке мен розовый түстес матама тігіп алып жатырмын. Астыңғы жағын қарасам, қазір сыртқы бетін еш нәрсе жоқ. Тігістің бәрі осы матада қалады. Мінекей біздің кошелегіміз дайын болды. Өте әдемі, жинақы. Өзіңізге тігіп алсаңыздар болады. Құрметті достар, видео ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Өйткені бізде әр вторник, четверг, суббота жаңа видеолар шығып тұрады. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Сау саламат болыңыздар.